Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қарындасым билейді. Бүгінгі сабақта анық айтылған сөзді тыңдап, түсінгенің бойынша қарапайым нұсқауларды орындайсың. Берілген тақырыпқа қатысты сөздерді табасың және сөйлеу барысында қолданасың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Би, моншақ, сахна, қимыл. Жалғауларға назар аударайық. Мен билеймін, сен билейсің, сіз билейсіз, ол билейді. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Оқы, қайтала. Би, қимыл, моншақ. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Қарындасым Гүлсая би үйірмесіне қатысады. Гүлсаяның әдемі моншағы бар. Оның көйлегі қызыл. Ол жақсы билейді. Ол сахнада достарымен қара жорға биін билейді. Сұрақтар. Гүлсая неге қатысады? Оның көйлегі қандай? Гүлсаяда не бар? Ол кіммен билейді? Оқушылар, оқыған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береміз. Іске сәт. Сұрақтардың жауабын бірге тексерейік. Гүлсая неге қатысады? Гүлсая биге қатысады. Оның көйлегі қандай? Оның көйлегі қызыл. Гүлсаяда не бар? Гүлсаяда әдемі моншақ бар. Ол кіммен билейді? Ол достарымен билейді. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті шықты деген ойдамын. Екінші тапсырма. Сөздерге қосымшалар жалғап, сөйлем құра. Оқушылар, іске сәт. Сөздерге қандай қосымшалар жалғап сөйлем құрастырдық? Бірге тексерейік. Қарындасым Гүлсая би үйірмесіне қатысады. Гүлсаяның әдемі моншағы бар. Оқушылар, сендердің де құрастырған сөйлемдерің сәтті шықты деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Диалогты толықтырыңдар. Оның қарындасының аты кім? Оның моншағы қандай? Оның қызыл көйлегі бар ма? Олар қайда билейді? Оқушылар, ойланайық. Диалогты қалай толықтырдық? Біз ұсынған жауап нұсқасымен тексеріп көрейік. Оның қарындасының аты кім? Оның қарындасының аты Гүлсая. Оның моншағы қандай? Оның моншағы әдемі. Оның қызыл көйлегі бар ма? Иә, оның қызыл көйлегі бар. Олар қайда билейді? Олар сахнада билейді. Оқушылар, сендердің де толықтырған диалогтарың сәтті орындалды деп сенемін. Төртінші тапсырма. Суреттер бойынша сөйлемдер құрап жаз. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Суреттер бойынша қандай сөйлемдер құрастырдық? Біз ұсынған жауап үлгісімен тексеріп көрейік. Айгүл ән айтқанды жақсы көреді. Гүлсая сахнада достарымен би биледі. Әнел суретті жақсы салады. Оқушылар, сендердің де құрастырған сөйлемдерің сәтті шықты деген ойдамын. Кел жаттайық. Оқушылар, Оразақын Асқардың биші болам өлеңін бірге оқып жаттайық. Аппақ көйлек киемін, қос етегі бүрмелі, кестелеген жиегін, кең даланың гүлдері. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Анық айтылған сөзді тыңдап, түсінгенің бойынша
қарапайым нұсқауларды орындадың, берілген тақырыпқа қатысты сөздерді таптың және сөйлеу барысында қолдандың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма: қарындасыңның, сіңіліңнің қандай өнері бар? Қарындасың, сіңілің туралы мәтін құра. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.